Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол күй сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады демекші. Мұғалімнің қолында әркез сол кілттің тұруы керек деп Мұхтар Шаханов айтқандай, арманы да, мақсатым да, мұраты биік мұғалім болу. Балалық шақтан болашаққа жоспар құрғанда өзімді әділетті де талапшыл мұғалім болуды армандадым. Арманым алдамай, адастырмай, сол қиялды жүзеге асырып, Қызылорда қаласындағы Қорқыт атындағы мемлекеттік университетін де бастауыш сыныптарды оқыту әдістемесі бойынша аяқтадым. Қазіргі таңда еңбек жолымды Нәлғожа Ергешбаев атындағы нөмірі 172 мектепте бастауыш сынып мұғалімі, 4-ші Б сынып жетекшісі болып жұмыс атқарудамын. Менің мерейімді өсіретін үздік шәкірттерім осы мен 4-ші жыл. Сынып жетекшімді қоса атқарып, 4-ші Б сыныбында 20 оқушыға 2-ші ана атанған жайым бар. 9 ұл, 11 қызым бар. Сынып жетекші қандай болу керек деген сұрақ заңдылық. Ұлы Абай атамыз айтқандай, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген сөз еске түсіреді. Қазіргі ақпараттық технологиялардың сәт сайын өзгерген қоғамдық мұғалімнің бейнесі де өзгере түсті. Заман талабына орай тың жаңа технологияларды меңгерген мейлінше жан-жақты мұғалім болуға ұмтылыс жасаудамын. Шәкірт өмірінде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, тек төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе? Қандай тұр? Механик дұрыс айтасың. Біздің қызықты сәтіміз, Әсел апайым, біздің алғаш мектеп табалдырығын аттаған күніміз кеше ғана сияқты еді. Енді міне көз ашым жұмғанша 4-5 жыл артта қалыпты. Осы жылдар ішінде сіз біздің алғашқы ұстазымыз атанып, өмір әліппесімен таныстырып, тәлім үйретіп, келешекке жетелдіңіз. Сіз берген әрбір сабағыңыз білімге, тәрбиеге толы, жан-жақты жаңашыл ұстаз. Сіз біздің әрбір іс-әрекетіңізден жақсы үлгі алатындай нәтиже күтетініңізді білемін. Әрине, өмір жолы ұзақ жол. Сол жолда біздің әрбір қадамымызға алғашқы ұстаз ретінде әр уақытта сеніммен қарадыңыз. Сізге көп рахмет. Сеніміңізден шығуға шәкірттік адал сөзімді беремін. Сізге шығармашылық табыс тілеймін.